Еліміздегі алдыңғы қатарлы жоғарғы оқу орындарының бірі Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті күні кеше табылдырғы аттаған бірінші курс жастарын студент қатарына қабылдады. Армандарын арқалап, қиялдарын қанаттарына байлап келген жас ұландар бүгіннен бастап ресми түрде студент атанды. Талай студенттің биік шыңдарға жетуіне себепкер болған қасиетті мекенде студент болу жастарға берілген үлкен мүмкіндік екені сөзсіз. Бүгінгі қуаныш иелерін алғаш болып жастар жанашыры, тәрбие жұмысы және әлеуметтік мәселелер жөніндегі проректоры Сүлейменов Мерген Қуанышұлы құттықтады. Енді сіздердің мақсаттарыңыз осы алдыңғы буын мықты студенттердің ізін жалғап, ұрпақтар сабақтастығын орнатып, өздеріңіздің қабілеттеріңіз жеткенше пәндік бағыт бойынша болса да, қоғамдық көзіңізді жан-жақты дамытамыз десеңіздер де осы университетте толық мүмкіндік қарастырылған. Сондықтан мен ойлаймын, сіздерді тегін қарапайым жандар емессіздер. Өздеріңіздің бойындағы барлық қабілетті дамытып, өздеріңізді тұлғалық қалыптастыру ең маңызды мақсат етіп алуларыңыз керек. Ендеше мерекелеріңіз құтты болсын. Бүгінгі шара жоғары деңгейде өтуіне тілекшімін. Биылғы студенттік қатарға қабылдау іс-шарасы ерекше өтті. Ұйымдастырушылар мен кешегі мектеп түлегі бүгінгі студент жастарға әдемі кеш сыйлай білді. Алдымен мерекелік лотерея ұтысы ойнатылды. Бағы жанып нөмірі сәйкес келген жастарға түрлі сыйлықтар табысталды. Тұрмысқа қажетті заттар мен заманауи техникалар болды. Ал басты сыйлық ноутбук. Салтанатты кештің бағалы сыйлығы Сәрсенғалиева Динараға бұйырды. Динара жаратылыстану география факультетінің студенті. Өзі таңдап алған билет жеңімпаз қатарынан шығарына сенбеген, қуанышын жасыра алмады. Жалпы билет алған кезде екі таңдау болды. 701 және 969 деген. Таңдауым осы номерге түсті. Зеркальный болғасын. Өте қатты қуаныштым, көп рахмет. Енді бірінші курсқа енді келіп жатыр ғой. Алдағы уақытта тек қана сәттілік тілеймін. Класстарыма енді тек қана алға деп айтып. Кештің басты қонақтарына тарту ретінде Жаздәурен мен Алина Герц ән шырқады. Жұлдызды өнерпаздар сахнада өнер көрсетіп кешке сән кіргізді. Студент қатарына қабылдау рәсімі бірінші курс үшін өміріндегі жарқын эмоциялар мен ұмытылмас әсерлерге толы маңызды да тебірентерлік сәт. Енді олар студенттік кезең атты қызыққа толы өмірдің ақ парақтарын безендіретін болады.